эмес нөмірмен хабарласса, бұл кім деп қасындағысынан сұрайды екен. Көрермендер, тек қазақтар ғана өзінің запасқа қойып, ойысының қолданады екен. Достар, тек қазақтар ғана тойдан түсетін ақшаға сеніп, кредит алып, той жасайды екен. Достар, тек қазақтар ғана ыстық күнде ыстық шаймен шөл басады екен. Көрермендер, тек қазақтар ғана ауыл деген керемет қой дейінде өздері қалағасыған екен. Нұржас, сен білесің ба? Тек қазақтар ғана суық дегенмен көз дегеннен ауырады екен. Тек қазақтардың ғана Шымкентте бір туысқаны бар екен. Әбілхан, Шымкентте менің де, сенің де, оның да барлығының туысқаны бар. Тек қазақтар ғана ауырып қалса өз-өздеріне диагноз қоя салады екен. Тек қазақтар ғана дәрігерге неге терең келмедіңіз деген сұраққа мән бермей жүре беріппін. Қазақпыз ғой деп жауап береді екен. Достар, тек қазақтар ғана үлкен үй салып өздері бринянкада тұрады екен. Тек қазақтардың балалары ғана кішкентайында иттің күшігі болады екен. Ең бар ата-анасының баласына айналады екен. Көрермендер, тек қазақ балалары ғана оқуға түскенде қоралары бір босайды екен. Достар, тек қазақтар ғана киім алуға барғанда бір сезонға жараса болды деп сатып алады екен. Тек қазақ балалары ғана қонақ келгенде аш қалады екен. Себебі олар қонақ кеткен соң жейді екен. Әбілхан, біздің үйде де солай. Қонақ кеткен соң жейміз. Тек қазақтардан ғана қыста жылқылары қасқырдан неткен қорқады екен. Тек қазақтар ғана келіннің ұлты кім екені маңызды емес. Главныйға сақ болса болды дейді екен. Айым, тек қазақтар ғана кредит алып шетелге демалуға барады. Бірақ шаршап келеді. Құтқаратын сөзі Құдайдың өзі кешірсін. Тек қазақтар ғана сұраса келе бір-бірімен туысқан болып шығады. Арман, тек қазақтарда ғана банкилер өздері звондап кредит төлеуге шақырады екен. Тек қазақтар ғана демалыс күні үй тігілістен өліп шаршайды екен. Шіркін, қуат, сәуле, мөлдір ұл-қыздардың арманы жоқ шығар. Не